Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қамырдың осылай әдем болып көтерілетін рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді тағам жасайтын боламыз. Бізге алдымен жылы сүт керек. 1 стакандай, 1 стакан жылы су құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Біраз қасық тұзымызды саламыз және 120 грамдай сұйық майымызды құятын боламыз. Және 1 қасық қопсытқышымызды салып, 1 жарты қасықтай сірке суын құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп саламыз. Бізге бұл жерде ұн 600-650 грамдай шамасында ұн керек. Толық қамырымызды иледік. Жұмсақтау болу керек. Енді көтерілгенше қоямыз. Енді 4 картошка және 1 жуа керек. Картошкамызды ашып, суға қайнататын боламыз. Және де жуамызды турап, оны майға қорып, соңырақ картошкамен бірге араластырып аламыз. Жуамыз қызарғанша майға қуырып аламыз. Картошкамыз пісті міне. Оны езіп, ішіне тұз, бұрыш, дәмдеуіштерін салып, жақсылап барлығын бірге араластырамыз. Толық қамырларымызды осылай бөлшектерге бөліп, бетін 5-10 минут жауып қоямыз. Келесіде көк жуамызды майдалап турап, жаңағы картошкамыздың ішіне салып араластыратын боламыз. Өте дәмді болады.
бәлішімізді толық бүгіп, осылай противеньге саламыз және бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз толық. Міне көріп тұрғандай асты үсті бәрі тегіс пісті, өте дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осылайша етіп менің видеома қолдау көрсетіп отырған жандарға барлықтарыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да көптеген рецепттермен бөлісемін. Осылайша етіп жасап көріңіздер, ас болсын.